Дәурен екеуміз қайтадан студенттік шаққа жіберсе, сіздерге келіп оқитын еді. Мемлекеттік деңгейдегі істерді шешетін алдар. Кімді сондағыларыңыз келер еді? Қазіргі тарихи тұлғаларды қарастырсақ. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгінгі біздің подкастымыздың, арнайы подкастымыздың қонақтары Дәурен Серғазин және Әділ Ахметов ағаларымыз бүгін бізде студиямызда қонақта. Жастар театры бүгін өзінің мастер-классын өткізіп жатыр, шеберлік сағатын өткізіп жатыр. Және міне бүгін бізге сұхбат беруге арнайы алтын уақыттарын бөліп келіп отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Қош көрдік. Өте қуаныштымыз. Осы жаңа өзіңіз айтпақшы, алғашқылардың мекеніне келіп, өздеріңізбен сұхбаттасып отырмыз. Бұл да бекер емес шығар. Әйтпесе талай сұхбатқа шақырады, әртүрлі подкасттарға шақырады, бірақ әйтеуір уақыт жағы келмей қалады. Мен бос болсам, Дәурен бос емес дегендей. Ал енді бұл жолы бәке өзіңізбен сұхбат құруға тура әдемі сәті келіп қалған екен. Сабақты ине сәтімен деген сөз бар. Дәл солай. Сол үшін де бұл да бекер емес шығар. Біздің де университетіміз үшін үлкен мәртебе, осындай қонақтарымызды қарсы алып жатырмыз. Жастарымыз да қуанып жатыр, студенттерімізді де жаңа көрдіңіздер, танысып отырдыңыздар. Енді бізде көбінесе қазақылыққа, қазақы рухқа көбінесе көңіл бөліп жатамыз. Осы театрымызда тура іргемізде тұр, тура жанымызда тұр дегендей орындаушылық өнер кафедрасы ашылған болатында өздеріңіз де естіген боларсыздар. Енді жалпы қазіргі таңда біздің де Павлодар өңірі осындай актерлардың жаңа құрамын дайындап жатыр. Жалпы өздеріңіздің осы Павлодарға деген көзқарастарыңызды жақсы білеміз. Ықылас ниеттеріңізді білеміз, жиі келіп тұрасыздар, ат басын келіп тұрасыздар. Біздің көрермендер үшін, осы Павлодар қауымы үшін бір үлкен тың серпіліс, рухани серпіліс. Жалпы осы университеттердің ғылым саласының ахуалы бөлек қой. Осы тұрғыда сіздердің өткен мектептеріңіз, ол енді Алматы, Астана қаласында қазір мысалға қызмет етіп жатсыздар, үлкен мегаполистер. Енді бізде де енді тайталап келе жатыр. Осы жалпы кімнің бір бөлек актердің шеберханасы деген болады мысалға, жаңа айтып жатырмыз ғой өзі. Кез келген бір қазіргі алдыңғы толқын актер ағаларымыздың өздерінің шеберханалары бар деген секілді. Жалпы өздеріңіздің бір жоғары бір жалпы айырмашылық бар ма осы шеберханаларда? Айырмашылық міндетті түрде болады. Шеберханаларда ұстазға байланысты ғой, ұстаздың талғамына байланысты, сұранысына байланысты. Бірақ көп кейде сұранып жатады, қай мектеп жақсы, Станиславский ма, Чехов па, қандай мектептен білім алған дұрыс. Жалпы кез келген мектептің біреуден жақсы, жаман деу қиын, өйткені бәрібір беретін нәрсесі бір. Актердің шынайы сезім жеткізу, бір рөлді шынымен де шын сезіммен көрерменді сендіру. Ал оған барар жол әртүрлі болуы мүмкін. Әр мектеп, әр ұстаз, оның сабақтары, тәсілі өте көп. Тек нәтижесі, мұнда құнды нәтижесі. Сондықтан кез келген мектеп бір-біріне тіпті әр ұстаздың мектебі әртүрлі. Бірақ беретін кез келген ұстаздан жақсы да шәкірт шығады, орташа да шәкірт шығады, нашар да шәкірт шығады. Тек қана ұстазға байланысты емес, шәкіртке де байланысты. Сол нәрсені ала білуінде, сол өзіндегі талантты өзіңді қамшылауына байланысты, жігеріне байланысты, арманына ұмтылуына байланысты ұстаздың сол кезде мектебін қабылдау. Біз енді бірақ біздің көбінесе Станиславскиймен біздің оқыдық, біздің енді фундамент сол. Меркольдік аралас. Содан кейін ол фундаментті сен негіздеп алғаннан кейін ары қарай басқа да мектептердің дәмін татасын, басқа да мектептерді түсінесің. Бірақ енді ұстазымыз Нұрғанат ағай, Нұрғанат Жақпаев ағайымыз осы фундаментті Станиславский ары қарай оқуыңды дамытқан сайын ол кісі басқа мектептерді енгізеді, өйткені қойылымдар әртүрлі жанрда қойылады. Кейде айтады, мына жерде осы мектеп керек, мына жерде ойынның осы түрі керек, осы жанр керек. Соған байланысты сен тез икемденуің керексің. Оған икемдену үшін сен қазірдің өзінде
жұмыс істеп жүріп оқуың керексің, зерттеуің керексің, даму керексің. Актер деген ол өмір бойы даму, оқу деген сөз ғой. Жаңада айтып кеттіңіздер ғой, таптаурын мәселесі, ұлы тұлғаларды сомдағандағы жалпы таптаурындар болып жатады. Жалпы өздеріңіздің көзқарастарыңыз қандай осы мәселеге келгенде? Енді мұнда мәселе көп, тек мен мысалы Шәмшін ойнадың. Шәмші Қалдаяқовты сомдаған кезде осындай мәселелер туындады. Мұнда көп нәрсе актерға байланысты емес болып қалады. Өйткені тапсырыс беруші адамға, ұжымға көп байланысты. Мысалы бұл каналдың тапсырысы болған кезде олар Геройлық келбеті. олар халыққа адамды қаһарман, тым қаһармандырып көрсету үлгі бар. Одан кейін екінші жақ бұл кісінің отбасы. Олар да көп нәрседен халыққа көрсетпексеңіздер деп. Бірақ актер ретінде біз айтамыз, енді бәрі қарапайым адам болды ғой. Олар да жылаған шығар. Олар да көз жасына ерік беріп, олар да қорыққан шығар бір кездерді. Олардың да өз қамы үшін және елдің қамы. Осы екі тірестің қайсысына көбірек назар аударды, қай кезде олар осы шекараны бұзып халықтың сұранысына, халықтың мүддесіне аттап кетті. Осы ішкі құбылыстарды беруге кейде осы сыртқы талаптар көп әсер етеді. Сондықтан осы қаһарман ретінде қалып қойып жатқан мәселе бар. Бірақ болашақта бұл келеді деп ойлаймын. Оның адами болмысы, халыққа танымды емес, халық танымаған адами қасиеттер, ішкі күрестер, осылар қызық нәрселерді беру керек. Болашақта бұл енді келеді деп ойлаймын. Бізден көбінесе қайраткерлік жағын көбірек көрсетіп кетеді ғой, соған мән береді да. Өмірлік, адами. Бір тұрсының өзі бір тым қаһармандылықта басып жүрген сияқты көрінеміз кейбір тұста. Мүмкін ол дұрыс та шығар, мүмкін халық әлі мүмкін тек басқа нәрсені, тым терең нәрсені түсінбей қалу мүмкін ба деген қорқыныш тұрады. Басқаша қабылдап, сол нәрсе де бар. Енді мұнда кинода нақты осы деп айту қиынды. Әлі әркім осындай сұрақтармен жүретін, қайсы дұрыс, қалай бергеніміз дұрыс. Жалпы тарихта болған ұлы тұлғаларды сомдау актер үшін ол өте ең қиыны деп есептеймін. Өйткені мысалы кез келген алаш қайраткерлерін алайық, былай ұлы тұлғаларымыз алайық. Мысалы Ыбырай Алтынсарин туралы әлі кино түсірілген жоқ. Рас, Мысалы Ыбырай Алтынсарин туралы түсірілсе, сіздің ол туралы өз көзқарасыңыз бар. Сіздің өзіңіздің басқаша елестетесіз, оның дауысы мынандай шығар, былай шығар деп. Дәурен басқаша елестетеді. Көңілімде толмай қалуы мүмкін. Мен басқаша елестетемін. Енді режиссерлар өз көрген актерін әкеп қойды. Бірақ мен мысалы қабылдамауым мүмкін. Сіз мүлдем қабылдамайсыз. Дәурен кішкене мен ойлағандай келеді екен дейді. Бірақ оған енді актердің кінәсі жоқ та ол жерде. Өйткені ол актер ол жерде сол режиссердің, мысалы телеканал болсын, немесе жаңағы ұлттық кино орталығының талабына сай таңдалған актер болды. Сондықтан да ол актерға қиынды. Бүкіл көрерменнің көңілінен шығу. Өйткені әркімнің өз Ыбырай Алтынсарины бар. Осы жағынан актерға кішкене қиын болады. Ал енді собирательный образдар дейді, мысалы. Жинақтаушы. Өмірде болмаған кейіпкер, бірақ әрбір ұлы тұлғаларымыздан, әр адамнан алынған бір образды жасап шығарады ойдан, сценарийде. Актерға сондай образды ойнау жеңілірек. Өйткені ол жаңадан бір адамды тудыртады да. Біреуді жаңғыртып алып келмейді. Бізде осы Жұмат Шанин деп жатырмыз, Кәукен Кенжетаев, Шәкен Айманов деп жатырмыз ғой. Осы қателеспесек 23 сәуір, 23 сәуір күні Алдар көсе махаббат хикаясы. Алдар көсе махаббат туралы аңыз. Махаббат туралы аңыз көрерменге жол тартпақшы. Жалпы осыған дейін Шәкен Айманов осы Алдар көсені сомдаған, өзі ойнаған, халыққа таныстырған бірінші кино әлеміне алып келген өзі Шәкен Айманов ағамыз болатынды. Енді қазір өзіңіз
алғашқы образдардың бірі сол Алдаркөсе дедіңіз. Одан кейін міне араға біраз жыл салып қайтадан сол образға келіп отырсыз да. Жалпы қалай екен деген сұрақтан алшақпын дей тұрғанмен де мүмкін тағы да зерттей түстіңіз бе? Бұрынғы образдан қазіргі образы немен айырмашылығы бар ма жалпы? Осы тұрғыда сұрағым келіп отыр. Бұл енді образ біз енді 15 жыл бұрын сериал ретінде түсірілді ғой. Ол кезде енді жастық жалмен, леппен кіріп кеттік та, көп зерттемей. Осындай мүмкін, осындай болған шығар деп айтыр ішіміздегі бар жалынымызды, ойнақылығымызды, жеңілдігімізді алдыға салып. Бірақ көрерменге ұнады ғой. Көрермен жылы қабылдады. Өйткені бір біздегі Алдаркөсенің образы ол сондай бір есер соқтық, жағы бір алдап кету, дей тұрғанмен де сондай бір жол тауып кету жағы сол. Енді бұнда шығармашылығы жоқ, мен бірінші режиссердің талабы, біздің Дин көкеміздің талабы. Екіншіден мен ойлаймын, енді мен бала кезде әкем Алдаркөсе ертегілерін көп айтады маған. Ұйықтар алдында Алдаркөсе туралы ертегі айтып, сол кезде мен таңғалатынмын, мынау не деген сұмдық кейіпкер, оны кейін өсе келе есіме түсіп отыр да, жаңа флешбек дейді ғой, әкем маған осындай ертегілерді айтып еді ғой, ал сол кезден бастап бойыма сіңген нәрсе кейін бүйтіп шығып жатыр да, мүмкін соның да әсері де бар шығар. Ал енді қазіргі Алдар, бұл кішкене есейген Алдар, сол сериалдағы кейіпкер, бірақ енді мүмкін 40-ға келген шығар, мүмкін 40-тан асқан шығар. Кішкене ойлы, саналы Алдар, жеңілтек нәрселерге емес, кішкене күрделі істерге баратын, кішкене есін жиған Алдар деп айтсақ, ақыл тоқтатқан Алдар. Бірақ бәрібір өзінің түпкі мақсаты қамқорлық, қайырымдылық, көмекке мәжбүр жанға барынтасымен алғыссыз, жариясыз жақсылық жасауға дайын тұрған кейіпкер әлде сол күйінде сол кейіпкер қалады. Жалпы байларды көбінесе бір жауыздық көрсетуде сондай бір керемет бір не атқарған сияқты да, осы бір идеологиялық тұрғыда осы Алдаркөсе ертегілері. Өйткені байларды дұрыс айтасыз, көрсетеді ғой. Дей тұрғанмен де ақымақ адам бай болмайды. Мәселе сода. Ал сол ақылды адамды алдап түсірудің өзі ол да үлкен батырлық қой, үлкен шеберлік қой, егерде образдың өзіне тоқталатын болсақ. Дұрыс айтып тұрсыз енді. Жаңағы меңзеп жатқан жағыңызды түсініп тұрмыз. Кезінде енді Совет одағы кезінде жаңағы хандарды, сұлтандарды, байларды кішкене әжуалау идеологиясы болды ғой. Байлар жаңа ақмақтау, қарны шығып кеткен деген секілді. Бізде де бір бұл Алдардағы ерекшелігіміз, бұл фильмде Алдаркөсе көбіне сіңіп қалған ғой, ана байды алдап кетеді, одан мына байды алдайды, ана байды алдайды. Бұл жерде мүлдем ондай жоқ. Байды алдап кету деген жоқ. Дұрыс айтасыз, ол бай адам да, ол ақылды адам. Ол бекерден бекер бай болған жоқ. Ол кезіндегі идеология солай болды, байлар жаман көрсету керек. Біз бұл жерде Алдаркөсені дәуренде шет жағасын айтып өтті. Мынау бай басқа емес, былайша айтқанда мемлекеттік деңгейдегі істерді шешетін Алдар. Сол жағымен қойсақ та болады. Сериалда да кедей-кепшік, бай-кедейдің арасы ғана емес, бұл жерде ондай жоқ. Сериалда да енді байлардың да жақсылары болады ғой, жамандары болады. Біз сериалда сараң байларды деп алдық та, көп байларды алғанымыз сараң байлар. Ол жерде адал қызмет етіп жатқан мейірімді, ақ көңіл байларға мүлде тие кеткен жоқ. Сценарийда тек біреулердің ақысын жеген, біреулердің ақшасын төлемей қойған өте сараң байларды алдауға тырысты Алдар. Сондықтан сол қате пікір болмау керек та, кейін тек байларды алдаған. Жалпы сараң адамдарды, әділетсіздікпен өмір сүретін адамдарды алдаған Алдар деп біз осы жағын көбірек насихаттаған. Ол жерде байлар да болды, дін жағынан да мысалы әділетсіз шешім шығаратындар бар. Мысал үшін кедейлердің ішінде де бар. Мысалы кәдімгі соқыр жағы ерекше жандардың өзінің ішінде де неше түрлі қитұрқы тірліктер бар. Дұрыс па? Бұл кинода сол жағына да мән беріледі. Тек жағы бай кедейдің айналасы емес. Бірақ енді бір жағынан қарасаң, алаяқтықты
бір насихаттағандай боласың, иә. Бір тұрғысынан қарасаң, ол алаяқтыққа да келмейді ғой. Ол бір дүйім жұртты алдап кетіп, өз пайдасын ғана ойлап жатқан жоқ қой. Ол өзгенің пайдасы үшін алдаған алдар ғой. Осы тұрғыда шынымен енді бір жинақтаушы образ ғой, енді біздің алдар, ол жинақтаушы образ, қазақтың фольклорынан, жалпы аңыз әпсана ертегілерінен жинақталған образ. Жалпы ол шынымен де өзіңіз айтпақшы қазақтың бір болмысы. Жалпы біздің қазақтың болмысы. Бізде жалпы көбінесе оқу орындарында бізде педагогикалық білім беретін университеттер бар. Ол өзі бір белгілі бір облыстарда ғана, басқа облыстар баруға мәжбүр болады. Мысалға, жалпы актерлық өнерде, мысалға біз Жүргенов академиясын білеміз, жалпы Астанадағы Шабытты ғана білеміз, көбінесе сол жерлерде ғана дайындайды деп ойлаймыз да. Енді жалпы өзімізде де осы Торайғыров университетте де осы бір кафедраны ашуымызға осы түрткі болды негізі. Өзіміздің балалар өзімізде оқыса екен деген сияқты ой болды. Соны естіп, көріп, біліп, риза болып отырмыз. Осы университеттің ішінде осындай керемет орталықтың барына. Ол жерде тек жаңағы осы университеттегі мамандықтар емес, одан бөлек өнер жағы да бар екен, журналистика бар екен. Мынандай керемет студияларыңыз бар екен. Жас студенттермен кездестік, қандай керемет. Жалпы біз енді әр қалаларда боламыз, Қазақстанның барлық жерде бұндай жоқ. Мен ойлаймын, сіздер кез келген университеттерге үлгі боласыздар. Бұны насихаттап, жалпы дәл осы дүние бүкіл университетте болу керек деп ойлаймын. Кез келген өсем деген бала, кез келген университеттің, кез келген ұстаздың қолынан өсуге болады. Өйткені 50% сен өзінің ізденісіңе байланысты, өзінің дамуыңа байланысты. Сондықтан осы университет кез келген жасқа көп мүмкіндіктер ашатын университет деп ойлаймын. Сондықтан сәттілік студенттеріміз көп болсын, табысты болсын, биік белестерді бағындыратын үлкен азаматтар көп шықсын осы жерден. Мен мына негізінде бар ғой, әге, ана Самарқанның нанын мақтайды ғой, мықты болған Әмір Темір сол. Сонда тіпті Персияны жаулаған кезде сол наубайшыны, сол ұңды, сол суға дейін алып барған ғой. Бірақ басқа жақта жаңағы нанды пісірген кезде дәмі ондай болмайды екен. Соған неге деп, наубайшы да сол, су да сол, тіпті ұн да сол. Сонда ауасынан екен да негізінде. Топырақ, ауа. Топырақ деген жаңағы тандыр ғой. Тандыр, одан кейін ауа. Сол секілді жаңағы бұл Павлодар, Ертіс Баян өңірін ұлылар шыққан жер деп жатырмыз, ең алғашқылар шықты, мысалы алғашқы академиктар, алғашқы кинодағы, театрдағы Шәкен Айманов, Жұмат Шанин, Қаныш Сәтбаевтар мысалы бекер шыққан жоқ қой. Демек бұл жердің өзінің бөлек қасиеті бар, топырағында, ауасында. Тіпті басқа өңірдегі студенттерді де осы жерге жіберуге болады да, бекер емес. Өйткені ондай тұлғалар бекер шыққан жоқ бұл жерден. Әлде де шығады. Біз оған сенеміз. Бұйырса, біз Дәурен екеуміз қайтадан студенттік шаққа жіберсе, сіздерге келіп оқитын еді. Рахмет. Жақсы. Театр өнеріне жақын балалар өзі шынымен де бір ойларын ашық жеткізетін, өз өмірлерінің басты кейіпкерлері сияқты ұстайды өздерін. Осы тұрғыда ол шынымен де сіздің ол керек, қандай мамандықта болмасын, өнерліге өріскен дейді ғой. Өнерліге әркімнің бар таласы дейді. Мейлі механик болсын, мейлі ол дәрігер болсын, ұстаз болсын. Бірақ актерлықтан сабақ алса, оған пайдасы болмаса зиян жоқ. Өйткені өз-өзін еркін ұстай біледі. Ал өз-өзін еркін ұстаған адам, ол бір дарақылық деп кетпейік. Еркіндік өзінің, еркін адам өзінің ойында жеткізе алады. Ойын жеткізгеннен кейін ертең ол ұстаз болса, шәкірттерін үйіріп ала алады мысал үшін. Тіпті бізде мысалы сахна тіл деген пән болады. Сахна тілінен сенің тіліңнің тазалығы, ойыңды дәл жеткізу, осының бәрін оқытады. Актерлықта ең алдымен бізде жаңағы этюдтан басталады ғой. Бір адамдық этюд дейді да, мысалы жансызды жандандыру. Оның көмегіне де былай орысша айтқанда адамды публичный одиночествоға үйрету дейді. Көрдіңіз бе? Мысалы кез келген адам бір өзі кезде мықты болып тұрады ғой. Әнді де күшті айтатын сияқты болады, сөйлегенде де. Ал 4-5 адам жиналып,
100 адам келіп қалса, олардың алдына шықса, біреулер тіпті тілек те айта алмай қалады. Иә. Ол неден? Өйткені ішкі зажим. Қорқыныш. Иә, Эмоционалдық тұрғыда ғой деген. одан өту үшін публичный одиночествоға үйретеді. Актерлықта ең бастысы содан басталады. Сен бір өзіңсің ба? Мына жақтан 1000 адам қарап тұрма. 10 камера, миллион халық қарап тұрма. Сен бір өзің қалай өзің еркін сезінесің, солардың алдында да солай болуың керек. Ал осы барьерден өткен адам кез келген жерде жаңа өзіңіз айтпақшы ойын еркін жеткізіп, өзінің мақсатына жетіп отырады. Қазір енді мемлекеттік деңгейде де мысалы қаралып жатқан іс, Америкада мысалы кез келген мектепте театральный кружоктар болады. Біздің де мектепте, кез келген мектепте актерлық жаңағы ұйым болу керек. Өйткені ол мәселе оның актер болып кетуінде емес. Жалпы оқушылардың өнерге жақын болуы. Өнерге жақын болуы деген ол психологиялық тұрғыдан кейіпкерлерді зерттеу, өмірді зерттеу. Өмірдің қай жері жаман, қай жері жақсы екенін, адамның қай жері жақсы қасиеттерін ала білу керек екенін осы өнер арқылы зерттейді. Сондықтан балалардың жалпы өнерге жақын болу ол өте керек нәрсе. Өйткені қазір қоғамда мейірімділік жоғалып бара жатқан, адами қасиеттер жоғалып бара жатқан заманда осы нәрсені ұстап қалу, оған тек баулайтын өнер ғана. Сондықтан жалпы мектепке, кез келген мектеп, университет болсын, өнерге қатысы бар ұйымдар, жаңағы жаттығулар болу керек. Сонда оқушылардың біріншіден жақсы мағынадағы менмендігі оянады. Екіншіден осы менмендігін, адами менмендігін жақсы бағытқа бұруы қалыптасады. Жақсы, тамаша. Енді бір соңғы сұрақтардың бірі болсын. Жалпы өздеріңіз кімді сомдағыларыңыз келер еді? Қазіргі тарихи тұлғаларды қарастырсақ, мысалға өздеріңіздің бір көкейлеріңізде жүрген, шынымен де осы тұлға, осы сахналанбада, осы тұлға жайлы кино жоқ қой деген бір тұлғалар бар ма? Өздеріңіз сомдағыларыңыз келетін, әй, осының образын ойнайтын едім мен деп. Шынымен де көңілдеріңізде жүрген. Көрермендерге де қызық шығар. Жалпы шүкір осы бүгінгі күнге дейін театр саласында, кино саласында мен ойламаған, мен армандамаған белестерді бағындырып рөлдерді сомдап келе жатырмыз. Сондықтан бірақ бәрібір іштей бір актер ешқашан жалпы тойымсыз болып келеді ғой өнерге. Ылғи да бір нәрсе жетіспей тұрады, сол жетіспеушілік бар әлі. Нақты осы кейіпкер деп айта алмаймын. Бірақ өзім үшін қиын кейіпкерлерді сомдауға ниеттенем, өзіме қызық, зерттеуге тұрарлық шынымен де уақыт бөліп, тиіп қашып, оңай ойнай салатын, бір күш талап етпейтін рөлдерден қазір енді белгілі бір белеске жеткеннен кейін бір өзіңе қызық емес болып тұрады. Бұрындары жас кезде кез келген рөлге дайын болатынбыз. Болды, ойнайын. Тек көріну керек. Қазір енді ол белестен өткеннен кейін талғайсың міндетті түрде. Ең біріншіден бұл киноның халыққа берері бар ма? Қай жағынан болсын, комедия болсын, шынымен де демалыс сыйлай ма, бұл жоқ ой сала ма? Екіншіден бұл кейіпкер қаншалықты маған қызық, қаншалықты менің шығармашылық дамуыма үлес қосатын кейіпкер, өсуіме. Сондықтан өзіме күрделі, өзіме қызық, жанр нақты емес, тарихи болсын, болмаған кейіпкер болсын, ертегі аңыз болсын, драма, трагедия, осындай әлі ауқымы кең, сомдауға қиын, күрделі кейіпкерлерді сомдағым келеді. Енді о бастан өз тарихты жақсы көргендіктен ба, жалпы бізде өте көп әлі шығарылмаған образдар, тұлғалар, сонау ғұн заманынан бері алып келсек, мысалы, түркілер бар, Түркқанат, одан бері енді өзіміздің Алтын Орда, Қазақ хандығы, қаншама хандарымыз, мысалы, Хақназар хандар болсын, Тәуке хандар, ешқайсысы әлі бейнеленген жоқ. Бізде өте көп негізі түсіретін дүние. Менің ойым сол, хан сұлтандарымыз, батырларымыз қаншама сонау кезден келе жатқан.
сондай тұлғаларды сомдау өзіме ұнайды. Өзім соны жақсы көремін. Сомдасам екен. Кәдімгі бұрынғы айдалада атпен деген сияқты тарихи кәдімгі сауытпен осындай енді ол ішкі бір жан дүниең соны сұрап тұрады екен. Соны қалай сода жүрсең, сен кәдімгі рахаттанасың, ләззат аласың. Бүгінгі бізде жұлдызды қонақтар болды. Бүгінгі біздің подкастымыздың шырайын келтірген, бүгінгі біздің подкастымыздың әсерлі болуына өз үлестерін қосып уақыт тауып келген Дәурен Серғазин және Әділ Ахметов мырзаларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге үлкен рахмет. Тағы да павлодарға келсеңіздер, міндетті түрде бір ат басын бұрып осы жаққа соға кетіңіздер. Міндетті түрде. Көп рахмет, сәттілік. Көп көрсең де үмітіспей, келесің көз жасыңды тыйып, сен себебін білесің өмір сый.